Ұлттық жоба іске асырылса, Қазақстанның 100% сумен қамтылады. Әрі 2025 жылдың соңына дейін даму әлеуеті бар 3561 ауыл жаңғыртудан өтеді. Сондай-ақ автожолдардың 95% жақсы жағдайға жетеді деп жоспарлануда. Бұл туралы ұлттық экономика министрі Әсет Ерғалиев мәлімдеді. 103 миллион шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілетін болады. Республикалық автожолдардың барлығы және жергілікті деңгейдегі автожолдардың 95% жақсы жағдайға жеткізу көзделіп отыр. Автомобиль жолдарының сапасын арттыру, транзиттік жүк ағыны көлемін 2025 жылға қарай 30 миллион тоннаға дейін ұлғайтуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар мемлекеттік көрсетілетін қызметтер смартфонда 100% қолжетімді болмақ. Жалпы ұлттық жобаны іске асыру үшін 1,4 триллион теңге мөлшерінде бюджеттік қаражат бөлінеді. Оның ішінде цифрландыру және инновацияларға 587,8 миллиард теңге және ғылым бағытына 833 миллиард теңге қарастырылған. Сондай-ақ жобаны іске асыру үшін 800 миллиард теңге жеке инвестиция тарту көзделген. Нәтижесінде халыққа қызмет көрсету тиімді болады дейді сала жауаптылары. Қызметтерді 5 минут ішінде көрсету үшін халыққа қызмет көрсету орталықтарын жаңғыртуды, мемлекеттік қызметтерді автоматтандыруға емес, өмірлік жағдайлардың 80%-на дейін автоматтандыруға көңіл бөлеміз. 2025 жылға қарай олардың 50%-ы проактивті түрде іске асыруға ұмтыламыз. Сондай-ақ смартфондарда мемлекеттік қызметтердің 100%-ын қолжетімділігін қамтамасыз етеміз. Қаржы министрі Ерұлан Жаманбаевтың мәліметіне сүйенетін болсақ, биыл 9 айдың ішінде мемлекет қазынасына түскен кіріс соммасы 5,1 триллион теңге болса, шығыс көлемі 11 триллион теңгені құрайды. Сонымен қатар мемлекеттің салықтар бойынша асыра орындаудың негізгі соммалары корпоративтік табыс салығына, пайдалы қазбалар өндіруге салынатын салыққа және ішкі өндіріс тауарларына салынатын қосылған құн салығына тиесілі екен. Жалпы кірістер бойынша жоспар 7 миллиард теңгеге асыра орындалды. Оның ішінде салықтар 22 миллиард теңгеге атқарылды, салықтық емес түсімдер 17 миллиард теңгеге атқарылмады. Өткен жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда, ағымдағы жылдың 9 айында негізгі экспорттық позицияларға бағаның орташа есеппен 28%-ке өсуі ықпал етті. Үкімет басшысы Асқар Мамин экономиканың өсу қарқынын арттыру және әртараптандыру, инвестициялар тарту және жұмыс орындарын құру, азық-түлік тауарлары бағасының өсуін тежеу жөніндегі жұмысты күшейтуді тапсырды.